Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге венский вафли жасаймыз. Бұл вафли өте тез уақытта жасалады. Және де мен бүгін сіздерге таразының көмегінсіз жасауды көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен вафлиді жасауға кірісейік. Вафли жасауға қажетті бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Үстіне 1 стакан толмаған қант немесе сахарный пудраны салып жақсылап араластырамыз. 1 стакан бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Және де біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы 1 стакан сүт құямыз. Сұйық массамыздың үстіне 3 стакан ұнды електен өткізіп саламыз. Және де ұнды електен өткізіп жатқанда 10 грамм қопсытқыш қосамыз. Ұнның жартысын електен өткізіп болған соң сұйық массамен араластырып алу керек. Қамырға 1 шай қасық көлемінде лимон сығындысын құямыз. Содан соң қалған ұнды електен өткізіп, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз осы видеода көрсетілгендей қоюлықта болуы керек. Алдын ала қыздырылған вафельницаны аздап өсімдік майымен майлап аламыз. Жақсылап қыздырылған вафельницаға қамырды салып, қасық немесе вилканың көмегімен аздап жайып шығамыз. Содан соң бетін жауып 8-10 минуттай күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің вафлиіміз де пісіп шықты. Сіздерге вафлиді дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Себебі бұл вафли ұзақ уақыт бойы жұп-жұмсақ болып тұрады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де жаңа видеоларымызды бірінші болып қарағыңыз келсе, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.